Армысыз қадірлі көрермен, эфирде 45 News, студияда мен Назерке Ғалиқызы. Гимназиямызда ел тарихында өшпес із қалдырған ұлы жазушы, даңқты қолбасшы, батырлық пен батылдықтың символына айналған Бауыржан Момышұлының 105 жылдығына арналған мерейтой аясында лездеме өтті. Лездеме барысын тілшіміз Хамит Алуадан білейік. Ел есімі ел есінде, батыр рухы мәңгілік, елінің еркіндігі мен болашағы үшін жан аянбай еңбек еткен батырдың асқақ рухына тағзым ету мақсатында 1 минуттық үнсіздік жарияланды. Бауыржан Момышұлының рухына құрмет көрсету үшін гимназия директоры және 10.216 әскери бөлімінің әскери қызметкерлері батырдың ескерткішіне гүл қою рәсімін орындады. Аталған тағылымды лездеме жас ұрпақтың бойына отансүйгіштік рухты сіңіріп, ерлік пен елдікке деген құрметті арттыруды мақсат етті. Шара барысында батырдың өмір жолы мен ерлігі туралы тағылымды деректер айтылып, оқушылар патриоттық рухтағы әсерлі ой-пікірлерімен бөлісті. Жаңа жылдың сиқыры мен шаттығы гимназия төріне де келіп жетті. Жасыл шырша жанында атты мерекелік ертеңгілік балаларға керемет көңіл-күй сыйлады. Дәл осы мерекелік шарамыздың әсем де сәтті көріністерін тілшіміз Алуадан тыңдайық. Алуа, сөз кезегі өзіңізде. Жасыл шырша жанында атты мерекелік ертеңгілік балалар үшін өте қуанышты өтті. Бұл күні шырша жандары жарқырап, музыкалық әуендер ойнап тұрды. Бұл күні гимназиямыздың оқушылары өз өнерлерін көрсетіп, ән айтып, би билеп, өнерлерін ортаға салды. Аяз ата мен Ақшақардың келуі балалар үшін өте қуанышты түрде өтті. Енді сол сәтті бірге тамашалайық. Гимназиямызда жақсы сөз, жан шуағы атты арт-терапиялық жоба ұйымдастырылды. Аталған жобаның басты мақсаты оқушылар арасында психологиялық қолайлы орта қалыптастыру және адам өмірінде сөздің оң әсерін тигізетіндігін шығармашылық арқылы сезіндіру. Ендеше дәл осы ерекше жобамыздың қалай өткенін тілшімізден білейік. Аруна, біз сізді тыңдап тұрмыз. Жоба аясында арт-терапиялық әдістер кеңінен қолданылып, оқушылар өз ішкі сезімдерін ашық әрі анық жеткізуге мүмкіндіктер жасалды. Қатысушылар өзіне де, өзгеге де жылы сөз айту арқылы қарым-қатынас мәдениетін қалыптастырды. Қатысушылар өзара қарым-қатынаста жылы сөз айту, бір-біріне қолдау көрсету мәдениетін қалыптастыруға бағытталған топтық тапсырмаларды орындады. Жоба топтық форматта ұйымдастырылып, сонда рефлексия жасалып, пікір алмасу арқылы қорытындыланды. Қатысушылар өз әсерлерімен бөлісіп, іс-шараның эмоционалдық тұрғыдан пайдалы өткенін атап өтті. Жасөспірімдердің құқықтық санасын қалыптастыруға бағытталған маңызды шара гимназиямызда жоғары деңгейде өтті. 9-11 сынып оқушыларына арналған кітап бет белгілері емес және хулиганка қысқа метражды фильмдері негізінде мазмұнды кино талдау сабағы жүргізілді. Аталған шараның басты мақсаты жасөспірімдер арасында құқықтық сауаттылықты арттыру және саналы таңдау жасауға, сондай-ақ қауіпті ұсыныстардан сақ болуға үйрету. Ендеше дәл осы ерекше сабағымыздың қалай өткенін тілшіміз Арунадан білейік. Аруна. Оқушылар талқылау барысында манипуляция әдістерін зерттеп, есірткі бизнесінің ауыр зардаптарын түсінді. Көремін, ойлаймын, қорытынды жасаймын техникасы арқылы өз ойларын еркін дәлелдеуді үйренді. Іс-шараға білім саласының өкілі, психолог, ата-аналар қауымдастығы төрағасы және кәмелет жасқа толмағандар істері жөніндегі полиция қызметкері қатысты. Ашық пікірталас, топтық жұмыс пен рефлексия арқылы оқушылар маңызды түйінді қандай болды. Әр таңдау үлкен жауапкершілік, ал ойланбай жасалған қадам орны толмас салдарға әкелуі мүмкін. Бұл кездесу тек фильмді талдау ғана емес, болашақтың қауіпсіздігіне бағытталған маңызды қадам болып табылады. Жаңалықтарымызды гимназия жетістіктерімен жалғастырайық. 8-ші Е сынып оқушысы Эльнұр Нұрперзент Өзбекстан Республикасы Ташкент қаласында өткен дзюдо жарысында 73 келі салмақ дәрежесінде қола жүлдені иеленді. Менің тәуелсіз Қазақстаным атты жас суретшілердің қалалық көркем сурет байқауында талант пен шығармашылықтың биік үлгісін көрсеткен 7-ші Г сынып оқушысы Төребек Үнжу бас жүлдені иеленді.
Роботек Гранд Турнамент халықаралық чемпионатының қалалық кезеңінде біздің гимназиямыздың мақтаныштары Руслан Анел, Руслан Аңсар және Руслан Ануар ерекше білімдері мен тапқырлықтарын көрсетіп, жүлделі бірінші орынды иеленді. Құрметті көрермендер, бүгінгі гимназия жаңалықтары осымен тәмам. Біз мектеп өміріндегі ең маңызды әрі мазмұнды оқиғаларды назарларыңызға ұсынуға тырыстық. Келесі шығарылымда жаңа хабарлармен қайта қауышқанша сау болыңыздар.